Сәлем. 10-шы аптада сәби айтарлықтай өсіп қалады. Нәресте өзін қозғалтып, жатыр айналасындағы судың ортасында өзін жайлы жатуға ыңғайлайды. Бірақ сізге онша байқалмауы да мүмкін. Дәл осы уақытта сәбиіңіздің өзіндік бет кескіні қалыптасады және шаштары өсе бастайды. Нәресте сыртқы тіршіліктерге жауап бере бастайды. Қатты дыбыс, ананың күрт қозғалысы, бала кішкентай болғандықтан қимылдары сезілмейді. Бұлшықеттердің, сүйектердің және буындардың өсуі жалғасуда. Ұсақ буындар пайда болады. Қызыл-иек пайда болады. Көздің қалыптасуы аяқталады. Көздің түсін анықтайтын қабық қалыптасады. Бала бұрыла алады. Құрметті ана, сонымен бірге осы аптада сіздің нәрестеңіздің жынысын анықтауға болады. Жүктіліктің 10-шы аптасында ананың жағдайы. Жүктіліктің бұл аптасында жиі зәр шығару мазаңызды алады және бұл бүкіл жүктілік кезінде жалғасын табады. Осы аптада аналық сезімдер пайда бола бастайды. Өзіңізде болатын өзгерістерге мән беріңіз. Егер зәр шығару кезінде шаншу сезілсе, бұл қабынудың белгісі болуы мүмкін. Аяғы ауыр әйел көп жағдайда үнемі отырғысы, тіпті жатқысы келіп тұрады. Алайда орнымен қозғалыста болудың қажеттілігін естен шығармаңыз. Барлық әйелдерде жүктілік әртүрлі болады. Ол айқын белгілерсіз, оңай және еркін өтеді. Біреулерде ауырсыну, ыңғайсыздық және тағы басқа белгілер бірге күшті көрінеді, ал екіншісінде басқаша. Көптеген жағдайлар жүктілік кезінде қалыпты, бірақ дәрігерге баруы керек жағдайларда болып жатады. Міне, дәрігерге қоңырау шалу керек жағдайлардың тізімін сіздермен бөліспекшімін. Дене қызуыңыз 38 немесе одан жоғары болған жағдайда, жамбас ауруы немесе төменгі іш пен арқа ауруы, аз зәр шығару немесе несептің қара түсті болуы, ауру кезінде несеп төгілуін сезіну, жиі көп құсу, қынаптан қан кету, көру нашарлауы бар күшті бас аурулары, жиі немесе қиын тыныс ала бастау, өзіңді жаман сезіну, саусағыңыздың, бетіңіздің және аяқтарыңыздың ісінуі. Бұның барлығы да дәрігерге қоңырау шалуға себеп болатындай жағдай. Жүктіліктің 10-шы аптасында, яғни осы аптада сізге айтар кеңесіміз: сусыздандыруды болдырмау үшін көп су ішіңіз, салауатты өмір салтын ұстаныңыз және үй тағамдарын ішіңіз. Шикі, нашар дайындалған және қуырылған тағамнан аулақ болыңыз. Үйден шыққан кезде өзіңізбен жеміс пен тағамдар алыңыз. Темекі шегуге және ішімдік ішуден аулақ болыңыз. Фолий қышқылы мен темірге арналған витаминдерді пайдаланыңыз. Қалыпты физикалық күшпен айналысуыңызға болады. Қарапайым жүруден бастаңыз. Тыныштықты сақтаңыз. Теріңіздің қышуы мен құрғақтықтың болмауы үшін ылғалдандыратын құралдарды пайдаланыңыз. Дәрігердің рұқсатынсыз ешқандай дәрі қабылдамаңыз. Денеңізге жағымды, бос тыныс алуға арналған киімдерді киіңіз. Ыңғайлы аяқ киім киіңіз. Отбасыңызбен, достарыңызбен көп уақыт бөлісіңіз. Сіз үшін осы ақпараттар пайдалы болған болса, жақыныңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Қоңыраушаны басып, маған жазылып алыңыз. Жүктілігіңіз қалай өтуде? Нешінші жүктілігіңіз? Бізге пікір қалдырып, бізбен бөлісуді ұмытпаңыз.